Ортада Барыстар, Ақтау. Табиғат тылсым дүние, оны қала жастары ешқашан түсіне алмайды. Табиғаттың тылсым екенін тек қана ауылдағы айдың жарығымен қора түбінде отырған жастар. Не ыржиып отырсың сен? Таңертең мал шығарасың ба? Жат өтейші. Демеш дәулет отыра берсін. Өзінің ғой, өзім білем ғой. Сен әкеге айтып қоям, кешегі темекі шеккенін. Үйлендің ба, кемне қорқам, кетші бәр. Кетші. Жынды ба, кетші бәр. Сендер қорқам дейсің ба? Сендер қорқышты әңгіме айтып берейін ба? Қорқытпа сендер. Ту, Дәулет, неден қорқасың? Үйленген жоқсың ба? Әйелімнен қорқам. Дұрыс қой, әйелімнен қорқам. Мен қазір жұмыссызбын, мені асырап отқан сол. Қалай сонда? Сен ауылда участковый емессің ба? Аттестация өте алмай қалдым. Дұрыс, мына түріңмен аттестациядан өте алмайсың. Аттестация қарынның, беттің түк қатысы жоқ. Енді Штаб тапсырдым мен оны. Жүгір деді, жүгірдім. Асыл деді, асылдым. Турникке. Емтихан тапсырдым. Бастың әмейіне кіріп бардым. Бас, сен аттестациядан өттің деді. Рахмет деп қолымды бердім. Бір ән арнап жібердім ғой бастыға. ән? Ән. Қандай ән? Қызметіңе тамсанам, бастықпысың баймысың, барлық көлік тән саған, тегістеген жол үстім, салтанаттай жаныңмен, аралайсың гүл бақты, Mitsubishi Lancerмен, 15 күндік бір бақты, Пагонға қараймын, жұлдызды санаймын, лейтенантқа жетсем деп өткердім талай жыл, арманы талайдың бағыма балаймын, мен сізді сүйемін, мен сізді қалаймын. Дұрыс қой енді. Ер адамға барып, мен сізді сүйемін дегенсің. Шыға жүрмей қайсың сен? Кім ер адам? Бастығың? Бастығым әйел адам. Мен сізді сүйем, мен сізді қалайын дедім. Ол да келісті, сол күн тойымыз болды біздің. Сонда сенің бұрынғы бастығың қазіргі әйелің. Сосын ғой қорқытқам. Бағана мен ойлап сен үйлендің ба? Мен маған не айтып мен үйлендім деп айтып отырмын. Тойға шақыру жоқ. Шақыру деген жоқ па несің? Жоқ, қайдағы шақыру? Парасат! Не оқтағы? Бұларға неге шақыру бермегенсің? Өзі емес пе, сурыта шақыру еттеді, анау-мұнауларға тарата берме деген. Сонда мыналар саған анау-мұнау ма не? Ананың аты Анарбек, мынаның аты Манарбек енді. Екеуін алды да анау-мұнау демей ма? Өзің бол. Кеше ауылда әкім есеп берді дейді. Кім бар? Біздің жаңа кім ба? Мен бардым ғой. Қой, не дейді? Әкім күлкіден өлтірді. Қой, өзінің түймедей нәрселері бар ғой, өзінің кішкентай жұмыстарын ауыз толтырып айтып отыр ғой. Қалай? Балдырға көзін толып берді, мектепке ауыл қолын толып беріп отырды ғой. Дәулетте алдыңғы аптада біздер футбол ойнадық 91-лермен 79-дар болды. Аналар Реал болды, біз Мадрид болдық. Неге келмеді сол футболға сен? Сен алдыңғы аптаны айтып отырсың. Алдыңғы аптада мен қалаға кеттім. Апа жездем үйіне. Апа жездем үйіне барып едім, кіріп бардым. Тек балдарын тастады да кетіп қалды демалуға. Қалай сонда? Қыдыруға барған кезде балаларын тастап бізге демалуға кетеді. Қаладағы апа жезде Дубайға жаным, Дубайға, Анталия мен Дубайға. Жаным ау, келсеңші Бурабайға. Жігіттер мен түсінбеймін да болса, қалтасы қалың азаматтар шетелге барып демалады. Өзіміздің ауылымызда да, елімізде де демалатын жерлер көп қой. Манарбек, сен қазір 20 мың айлық тапқасын, ауылда жүргесін осындай әңгіме айтып отырсың. Ертең $1000 тап, сен де шетелге барып демаласың. Қымбат достар, тылсым табиғат шетелде емес, өз ауылымызда, жан жағымызға мұқият қарайық.